Сәлем құрметті көрермен, бүгін мен доллар гүлі туралы айтатын боламын. Яғни доллар гүлін үйіңізде қалай өсіре аламыз. Яғни қазір көптеген адамдардың сұрауы бойынша доллар ағашын өсіре алмай жүргендер көп екен. Оны өсірудің өз тәртібі бар. Сол туралы айтатын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Замиокулкас қою жасыл түсті пластмасса секілді жапырақтары бар. Халық арасында доллар ағашы деген атқа ие өсімдік, және ол қазіргі кезде көптеген үй мен кеңселердің сәніне айналған. Доллар ағашының күтімі жақсы болған жағдайда оның биіктігі 1-1,5 метрге дейін жетеді екен. Алайда осы ғажайып гүлді көпшілігіміз қатты ұнатқанымызбен дұрыс өсіре алмай жататынымыз бар. Ендеше үйіңізде доллар ағашы шайқалып тұрсын десеңіз, кеңесімізге назар салыңыз. Доллар ағаш туралы айтатын болсам, бұл өсімдік бізге алыстағы ыстық Африка құрлығы мен Мадагаскар аралынан жеткен. Фэн-шуй заңдылығына сәйкес доллар ағашы ақша тартады, яғни шақырады екен. Бұл сиқырлық орындалу үшін гүлді бөлмеңіздің оңтүстік шығысына қойып, топырағына бірнеше тиын металл теңгелер көміп қойсаңыз болғаны. Сатып немесе сыйлыққа алғаннан кейін не істеу керек? Мұндай кезде гүлді ыдысынан ауыстыруға асықпаған дұрыс. Себебі өсімдік жаңа ортаға толық бейімделу үшін 2-3 немесе одан да көп уақыт қажет болады. Тек осы уақыттан кейін ғана доллар ағашын басқа ыдысқа ауыстыруға болады. Бірақ жыл мезгілімен өсімдіктің жасына жаңадан өсіп келе жатқан доллар ағашын ауыстырудың мүлдем қажеті жоқ. Қарау қажет. Сондай-ақ гүлді ауыстырып отырғызуға гүл қондыратын ыдысты дұрыс таңдау керек. Доллар ағашы қымбат керамика ыдыстарға қарағанда пластикпен жасалған арзан ыдыста жақсы өседі екен. Себебі керамикалық құтылардың қабырғасы гүл тамырына зиянды болып келеді екен. Ыдысты биіктігіне емес, жалпақтығына қарай таңдап алған дұрыс. Яғни ол шектен тыс жалпақ немесе жіңішке болмағаны дұрыс. Жаңа ыдысқа ауыстырып отырғызу. Доллар ағашын отырғызатын ыңғайлы ыдыс таңдап алған соң, ең түбіне керамзитті дренаж салынады. Доллар ағашы үшін диаметрі 10-20 мм орташа көлемдегі дренаждар дұрыс. Дренаждан кейін бүкіл көлемнің 1/4 бөлігінде етіп құм салынады. Тек содан кейін ғана топырақ толтырылады. Доллар ағашы жылына бір рет қана ауыстырып отырғызылады. Ал оны ауыстырудың қажеті бар ма жоқ па, оны өсімдіктің ыдысына қарап аңғаруға болады екен. Егер гүл отырғызған құты бастапқы қалпынан өзгерген болса, демек гүл тамырлары өсіп, ыдыс тарлық етіп тұрғаны. Назарға алыңыздар. Доллар ағашын ауыстырып отырғызғанда өте мұқият болған жөн. Және қолға міндетті түрде қолғап киіп алған жөн. Себебі гүлдің шырыны улы болып келеді екен. Доллар ағашының күтімі өте қарапайым. Бұл өсімдіктің күтімі қарапайым болғандықтан оны кез келген жанның өсіруге мүмкіндігі бар екен. Доллар ағашын сәуір айының ортасынан бастап қыркүйекке дейін тыңайтқышпен қоректендіру қажет. Ал күз бен қыс және ерте көктемде ешқандай тыңайтқыштың қажеті жоқ екен.